Бәріңізге сәлем достар, қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызда шоқта пісетін керемет кәуаптың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, кәуаптарыңыз сочный болып шығатын болады. Ешқандай да қызарып, іші піспей қалу деген әңгіме болмайды. Жасап көруді кеңес етемін. Рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоя салыңыз. Мені тамашалайтын көрермендердің көбісі каналыма тіркелмей көреді екен, сол себепті каналыма тіркеліп қоя салсаңыз алғысым шексіз болады. Менің каналымдағы пайдалы ақпараттар сізге іске асады деген үміттемін. Ең кереметі дәл осы тәсіл бойынша қызып тұрған печкада да пісіруге болатын рецепттердің бірі. Ең алдымен бізге тауық қанаттары қажет болады. Бұл қанаттардың артық бөлігін өзіңізге ұнатпасаңыз алып тастасаңыз болады. Бізге керек ингредиенттер: томат қажет болады, кетчуп емес, томат қолданатын боламыз, пияз, сарымсақ және болгар бұрышы, майонез қажет болады. Дәмдеуіштерден бізге тұз және кристаллик қажет болады. Тауық етіне арналған дәмдеуіштердің екі түрін қолданатын боламын. Қажетті ингредиенттерді мен үккіштен өткізіп алдым. Сіздерге де солай істеуді кеңес етер едім, өйткені маринад жасалған кезде жақсы сіңетін болады. Келесі кезекте үлкен ыдысымызға тауықтың етін салып, оның үстіне керекті ингредиенттерімізді үккіштен өткізген соның барлығын салып алатын боламыз. Үккіштен өткен пияз, сарымсақ және болгар бұрышын, тұз және кристалликті де бірге қосып саламыз. Тауық етіне арналған дәмдеуіштердің екі түрін де қосып салып аламыз. Үстіне томат саламыз. Бұл маңызды. Кәдімгі дүкенде банкілерде сатылатын томаттың түрін қолданатын боламын. Сол кезде қызарып әдемі болып шығатын болады. Үстіне майонез салатын боламын. Мен уксус қоспаймын. Себебі майонездің құрамында уксус болады. Уксус сол тауық етінің жұмсаруына көмектесетін болады. Барлығын қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Құрамы толық біріккенше. Толықтай араласып дайын болған тауық қанаттарын 1,5 сағатқа бетін жауып маринадталуға қойып қоятын боламыз. Міндетті түрде мариновкада 1,5 сағат тұруы қажет. Дайын болған тауық қанаттарын осындай темір шпажкаларға тығып алатын боламыз. Мен шоқта пісіретін болған соң осылай жасадым. Егер сіздер печкада пісіретін болсаңыздар, табаға қойып алсаңыздар болады. 200 градуста қызып тұрған печкада 35-40 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Ал мен осындай подачамен ұсынуды жөн көрдім. Шоққа піскен тауық қанаттары өте дәмі керемет, сочный болып шығады. Демалыстарда болсын, мейрамдарда болсын, дәл осы рецепт бойынша жасап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ал менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, келесі жолы қандай тағам түрін салғанымды қаласаңыздар, комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.